Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз анасын сағынған бала. Бұл әдеби шығарманың авторы Тынымбай Нұрмағамбетов, Оңтүстік Қазақстан облысы, Қызылорда облысында дүниеге 1945 жылы келген. Сабағымыздың негізгі мақсатын айтатын болсақ, әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтау, көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын ашу, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Шығармаға кіріспес бұрын біз жалпы 3-ші тоқсанда не игергенімізді бір қайталап шықсақ. Отбасылық құндылықтарға қатысты айтатын болсақ, біз Бердібек Соқпақбаевтың "Менің атым Қожа" әңгімесіндегі Миллат ананың мейірімін ерекше айтып өткіміз келеді. Себебі анасына берген уәдесі үшін Қожа тәртіпсіздік жасамауға, үлкендерді құрметтеуге, өтірік айтпауға, бойындағы өзге де жаман қасиеттерді жоюға ұмтылады. Дәл сол секілді біз Ахмет Байтұрсыновтың "Егіннің бастарын" өткен кезде балаға деген әкенің ақылы, әкенің өсиеті, жалпы өмірдегі адамдар үшін отбасындағы әкенің ықпалы қандай, соны игердік. Одан кейін жаңа айтып өткеніміздей "Менің атым Қожадағы" Сайбек қарттың Қожаға қадір, әкесі жайлы, әкесінің соншалықты адалдығы, есеп құмарлыққа жоқ екендігін айтқан кездегі Қожаның жалпы ұят мәселесі, Қожаның бойындағы ерекше ұмтылыс, көзіндегі ұшқын, осылардың барлығын шығарма барысында игеріп өттік. Егер естеріңізге түсіріп жатқан боларсыздар. Және де біз 3-ші тоқсанды Марат Қабанбаевтың "Бауыр" әңгімесі арқылы аяқтадық. Бұл жерде біз аға мен інінің арасындағы қарым-қатынасты, яғни туыстық байланыста біреуі балалар үйінде қалған, біреуі оқып кеткен екі ағайындылардың жолығып, бір-біріне жат болып кеткендігі, бірақ қазақ ұғымындағы аға мен іні арасындағы қарым-қатынасты ерекше байқап, аңғарып оқыдық. Енді біз 4-ші тоқсанды бастауда осы анасын сағынған балада отбасылық құндылықтарға тағы да тоқталғым келіп отыр. Көріп отырғандарыңыздай, жалпы толыққанды отбасы қазақ ұғымында ата, әже, әке, ана, бала және бауырдан тұрады. Осының ішінде ерекше тоқталып өтетінім ол ана, яғни отбасындағы ананың рөлі. Ана жарық, ана жылу, ана мейірім, ана береке. Анамыз жоқ болса, шынымен бір көңіл-күй, эмоцияға да беріле алмаймыз. Анасын сағынған баланың бүгін шығарма кейіпкерлерімен танысамыз. Теориялық жағына, яғни композициялық талдау, көріктеуіш құралдарды келесі сабақтарда тағы да игеретін боламыз. Шығарма кейіпкерлеріне келетін болсақ, шығарма барысында жанама және тура кейіпкерлер бар. Соның ішіндегі басты кейіпкерлеріміз ол Сержан. Сержан 4 жасар бала, анасы мен әкесі ажырасқан, анасы Алматы қаласында базарда жұмыс жасайды. Сержанды уақыты, мүмкіндігі болмағандықтан қарайтын ауылдағы нағашы ата апасына әкеліп тастаған. Ендігі бұл жердегі басты көтерілетін мәселе Сержанның анасына деген сағынышы. Келесісі ол бізде Есмағамбет. Көбінесе шығарма барысында сіздер ертең дендеп оқитын болсаңыздар, Есмағамбет пен Сержанның арасындағы диалогтар арқылы жалпы шығарманы игеріп, сол жердегі адамдардың, осы екі адамның, яғни кішкентай 4 жасар бала мен 50-ден асып кеткен атасының арасындағы кішігірім эпизодтардан үлкен-үлкен идеяларын, жалпы шығарманың идеясын табатын боламыз. Келесі кейіпкеріміз ол бізде Балмағамбет, Сержанның нағашы атасы, одан кейін Мейіркүл, Сержанның нағашы әжесі, одан кейін Күміскүл. Бұл Күміскүл басты кейіпкердің де қатарына жатады, және жанама кейіпкердің. Себебі неге десеңіздер, Сержанның сағынатын адамы осы Күміскүл, себебі анасы, бірақ Күміскүл шығармада ешқандай іс-әрекетке қатыспайды, жай ғана аты аталады. Және де ең соңғысы Аязбай, бұл жанама кейіпкер, аты аталады, Сержанға балмұздақ алып берген адамдардың бірі. Шығарманың кейіпкерлерімен танысып өттік. Енді уақыт алмас үшін мен кішігірім ғана үзінді эпизодтарды сіздерге оқып кетейін. Шығарманың басталуы негізі Есмағамбеттің 4 жылдан кейін ауылына қонаққа келуімен басталады. Білесіздер, той тумалақ, ағайын туыстың ортасына келген Есмағамбет әндетіп отырған дауысқа селк етіп айналасынан дауыстың есін іздей бастайды. Мама, мама, сенсің ғой ең дана, мәңгі дос сен ғана деп әндеткен сүйкімді бала дауысын естіді. Бірақ Есмағамбет олай бір, бұлай бір бұрылып маңайынан бала көрмеді. Сөйтсе, үстіне су жаңа ақ футболка киген 4 жасар шамасындағы ер бала арнайы тіреу ағаштарымен керілген жүзім сабақтарының ұзына бойғы көлеңкесінің бір шетінде құммен ойнап отыр екен. Қолында ойыншық күрек, ойыншық шелек. Осы жерден аңғаратынымыз кішкентай 4 жасар баланың өздігінен анасына деген сағынышын әнмен беруі. Шығарманы кейінірек талқылап талдап оқыған кезде эмоционалды, яғни психологиялық портреттік ерекшеліктерді аңғаратын боламыз. Келесі үзінді ол бізде бала енді арман мақсатына жеткенде елеуреп тұрып, сосын екеуміз базарға барамыз ғой, деді тағы да. Базарға неге барамыз?
Онда мамам бар емес пе? Я, мамаңа барады екенбіз ғой. Мамамды тауып алсақ, ар жағында папамды іздемейміз бе? Олар базарда бір-бірінен адасып қалған ғой. Өйткені базар үлкен. Мамам айтқан Алматының базарының мына шеті мен ана шетіне көз жетпейді деп, құжынаған халық деп. Мамасы мен папасы жайлы баланың шабыттанып айтқаны сондай, осы қалпында пойызға қазір мініп кетердей, тіпті пойызды күтпестен құс болып ұшып кетердей алып ұшқан екпін бар еді. Ол ма? Сәлден соң Сержанның көздерінде үлкендігі бұршақтай жас тамшыларының пайда болғанын қайтерсің. Осы бір үзіндінің өзінен баланың ішкі сағынышы, баланың сезімі, анаға деген махаббаты барлығын еркін көре аламыз. Жалпы шығарма барысында Есмағамбет балаға уәде береді. Яғни мен сені Алматыға алып кетемін деп. Бала анасы алып берген киімді, анасы алып берген көйлекті дайындап жүрген кезде үлкен кеудесіндегі арманға Есмағамбет оған алдағандай болып, сол той-топырдан, той-томалақтан қолы босамай, пойызға өзі кетіп, баланы тіпті ескермей де қалады. Бірақ Есмағамбеттің сол күні пойызда ұйықтай алмай дөңбекшіп шығуының да бір себебі осы Сержанның көз алдында бейне болып қалып қою. Яғни баланың машинаның артынан қуалап жүріп, анасына деген махаббатын, яғни уәдесінде тұра алмауы. Біз бұл жерде тек қана отбасы құндылықтарын егермейміз, адами құндылықтар, уәденің орындалуы, тұнықтық, адалдық, Сержанның бойындағы ерекше қасиеттердің барлығын талқылаймыз. Енді сіздерге үй тапсырмасын беретін болсам, ең бірінші үй тапсырмасы көркем шығарманы толық оқып, барлық кейіпкерлермен толық нұсқасында танысу. Одан кейін көркем шығарманы оқу барысында сіздер жалпы ананың психологиясын, баланың психологиясын, Есмағамбеттің психологиясын жеке-жеке іс-әрекеттер арқылы таба аласыздар. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты да осы болған, яғни шығарманың идеясы отбасындағы ананың рөлі сағыныш болды. Біз оны анықтадық, тақырыпты анықтадық, және де кейіпкерлерді жаңа үзінділер арқылы кейіпкерлердің бойындағы эмоционалдық көріністерді игердік. Енді келесі осыларды игеру барысында сіздерге эссе жазуға берем. Анаға хат. Мүмкін аналарыңызға алғыс хат жазатын шығарсыздар, сіздер риза шығарсыздар. Керісінше кейбірлеріңіз аналарыңыз жұмыстан көп босамай қолы тибейтін шығар, ұсыныс хат жазатын шығарсыздар. Сондықтан ол сіздердің еріктеріңізде, құзырыңызда. Келесі сабақта біз шығарманы теориялық тұрғыдан талдаймыз, сондықтан шығарманы толық оқуға тапсырма беремін. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Өтетін сабағымыз анасын сағынған бала. Алдыңғы сабақта дәл осы тақырыпты өтіп, негізгі теориялық тұрғысынан мәтіннің тақырыбын, идеясын анықтаған болатынбыз. Сабақтың мақсатын айта кететін болсам, әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау, шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының теңеу, эпитет, ауыспалы мағынадағы сөздер қайталау, өлең құрылысы, мағынасын ашу. Біз автормен таныспыз, Тынымбай Нұрмағамбетов. Алдыңғы сабақта жалпы тақырып идеясын меңгердік. Енді бүгін осы сабақтың теориялық тұрғысына қарай көшсек. Жалпы бізде шығарманың мазмұны дегеніміз не? Шығарманың шындыққа негізделген тақырыбы мен идеясы. Одан кейін келесі бізде шығарманың фабуласы, ол шығармадағы тұтас оқиғалар мазмұнын қысқаша баяндау. Шығарманың сюжеті, шығармада баяндалатын оқиғалардың тізбегі. Келесі шығарманың идеясы, шығарманы жазған автордың айтайын деген негізгі ойы. Және бізде ең соңғысы шығарманың түрі, ол шығарманың жанрына қарай анықталу. Яғни ол әңгіме ме, жоқ әлде роман ба, повесть пе, осы тұрғыда. Біз әдеби шығарманы композициялық талдау барысын осы кезге дейінгі өткен барлық шығармаларда талдап көрдік. Менің атым Қожада болсын, Бауыр әңгімесінде болсын, оның алдындағы шағын кішігірім әңгімелердің өзінде де Қыпшақ Сейітқұл болсын, дүние қалай етсең табылады да болсын, барлығында бұл композициялық талдауды жасадық, сіздер білесіздер. Сондықтан бүгін композициялық талдаудың мен жалпы құрылысын таныстырып өтіп жатпаймын, бірден бастап кетем. Жалпы бізде 5 бөлімнен тұрады шығарманың басталуы. Бұл жерде анасын сағынған балада шығарманың басталуы. Мен сіздерге үйге тапсырма бергенде шығарманы дендеп толық оқыңыздар дегенмін. Егер оқыған болсаңыздар, сіздер білесіздер, шығарманың басталуы Есмағамбеттің елге келуімен. Яғни жоспар құрған кезде Есмағамбеттің елге келуі, немесе елге келген Есмағамбет, ол сіздің қысқа нұсқа құра білу ерекшелігіңізге байланысты. Келесі шығарманың дамуы.
Шығарманың дамуына біздер Сержанмен таныстық деп алдым. Мен бұл жерде сіздер басқаша алсаңыздар да болады. Баламен таныстық, немесе Есмағамбеттің ән даусына елеңдеуі, яғни келесі бөліміне байланысты әркім жаңа қысқа нұсқа жоспар құра алады. Келесі, шығарманың шиеленісуі, бұл бізде бала мен атаның бауыр басуы. Бұл жерде айта кететініміз, балмұздақ алып берген атасына еркелеуі, бауыр басуы, әңгіме айтуы, екеуінің ішінара сұхбат жүргізуінің барлығы осы тұсқа кетеді. Одан кейін келесі, шығарманың шарықтау шегі. Яғни бұл жердегі шығарманың шарықтау шегіне біз Сержанның сағынышын жатқызамыз. Сержанның сағынышы ол Алматыға деген емес, яғни анасына, әкесіне деген сағынышы, және Есмағамбет атасының соңынан қалмай, уәденің орындалуын сонша ерекше бір ықыласпен күтетін жерлерін айтып өтеміз. Және бізде ең соңғысы әрине шығарманың шешімі. Шығарманың шешіміне мен өзім орындалмаған уәде деп алдым. Сіздерде әртүрлі тақырыпта ақталмаған үміт, немесе баланың көз жасы, пойызға жүгірген бала деген сияқты қысқа нұсқа алсаңыздар болады. Сонда әдеби шығарманы композициялық тұрғысынан талдағанда біздер 5 тұрғыдан: шығарманың басталуы, шығарманың дамуы, шығарманың шиеленісуі, шығарманың шарықтау шегі және шығарманың шешімі. Келесі бізде шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдары. Осы кезге дейін біздер теңеу, эпитет, метафора деген көріктеуіш құралдармен, троптың түрлерімен таныстық. Шығарма барысында бізде теңеу тікен сияқты, Алматыныкіндей ауа, яғни сияқты, секілді арқылы және де дайдей, тайтей жұрнақтар арқылы жасалатын білеміз теңеудің. Келесі бізде эпитет. Эпитетті бізге бір еске түсіріп жіберейік қайталап, яғни сын есіммен, зат есімнен тұрады. Қандай? Мысалы, қандай бала? Жақсы бала. Қандай бөлме? Үлкен бөлме. Бұл шығарманың барысындағы эпитеттерге біздер мөлдір қап-қара көздер, қара костюм, қып-қызыл гүлдер, яғни сұрақ қойған кезде де қандай гүлдер, қандай костюм, қандай көздер деп сұрақ қоямыз. Келесі бізде риторикалық сұрау. Риторикалық сұрау деп отырғам, жауабын біле тұра, сұрақты екінші қайтара жетекші сұрақ етіп қою. Бұл жердегі риторикалық сұрау немесе қайталама сұрауларға Сержанның Есмағамбетке сұрақ қою, немесе Есмағамбеттің Сержанға сұрақ қою. Сосын деп отыратын жерлері сіздерге таныс. Одан кейін енді Алматыға кетесің бе? Яғни атасының Алматыға кететінін біле тұрса да, бала осы сұрақты ерекше үмітпен қояды. Келесі бізде мінездеме. Мен мінездемені түсіндіріп жатпай, арнайы үй тапсырмасына қалдырып отырмын. Мінездемені біз тура мінездеме және жанама мінездеме деп қарастырамыз. Көбінесе мен Сержанның сыртқы болмысына қарай мінездемені алғым келді. Біріншісі Сержанның зеректігі. Яғни о бастағысы атасымен әңгіме айтқан кездегі оның анасы жайлы, әкесі жайлы айтқан ой өрістерін танытуы осы Сержанның зеректігін білдіреді. Келесі Сержанның сағынышы. Бұл жердегі мінездемеге баланың көңіл күйі, көз жанары, оның іс-әрекеті, қимыл қозғалысы, оның барлығын сіздер алсаңыздар болады. Шығарма барысында бізде эпизодтар көбірек кездеседі. Сержанның қуануы. Сержан шығарма барысында қай жерде қуанды? Балмұздақ алып бергенде қуанды, Алматыға әкетемін деген жерде қуанды. Одан кейін атасына ауылды аралатқан кезде ерекше кеудесін қуаныш кернеді. Осы тұрғылардың барлығын эпизодтарды ала отырып, біз сол жердегі автор сөзінен мінездемелерді таба аламыз. Келесі бізде Сержанның мұңаюы. Бұл деп отырғанымыз өзінің Балмағамбет атасы мен Мейіркүл әжесінің тыйып тастаған кезінде, немесе соңғы орындалмаған уәде Есмағамбеттің Сержанды тастап кеткен уақытында. Одан кейінгі біздің үйге енді тапсырмалайық балалар. Біз жалпы анасын сағынған баланы Тынымбай Нұрмағамбеттің шығармасын теориялық тұрғыдан және практикалық тұрғыдан толықтай талдадық. Енді үйге тапсырма беретін болсам, үйге беретін тапсырмам шығарма желісі бойынша кейіпкерлерге мінездеме жазу. Яғни бұл жерде тек қана мен жаңа Сержанды айтып кеттім. Сержаннан бөлек бұл жерде бізде ересек кісі Есмағамбет бар. Яғни сіздер қаласаңыздар Есмағамбетке, қаласаңыздар Сержанға, қаласаңыздар атасы Балмағамбетке, яғни шығарма барысында қай кейіпкерді алғыларыңыз келеді, соған қалауларыңыз бойынша мінездеме жазып Тынышбай Нұрмағамбетов, анасын сағынған бала. Түс кезінде болған әңгімеден кейін баланың бойы үйренгендігі болар, еркін әңгімені де өзі бастады. Сен Алматыдан келдің бе? Я, Алматыдан келдім. Менің мамам да Алматыда, деді бала еркінсіп, еркелегендей денесін Есмағамбеттің денесіне тегізіп тұрып. Білем ғой, менің мамамды танисың ба? Неге танымаймын?
Танимын. Мамам бізді үйде әлденеше рет болды ғой. Сен менің мамамды білетін болдың ғой дегендей, баланың көздері күлімдеп тұрып, кішкентай саусақтарымен Есмағамбеттің білегінен ұстады. Шашын сипады. Ал сен мені білуші ме едің? Мен де атаммын ғой. Білемін, деді бала бірден оның білегінен өзінше қысып қойып. Мені көрген жоқсың ғой. Әжем айтқан, атам да айтқан, мамам да айтқан. Есмағамбет баланың басынан сипады. Тағы да ескерші, деді бала осы сәтте сықылықтап күліп тұрып. Есмағамбет баланың басынан құмарланып иіскеп. Оның осы ықыласы да сезімін қозғағандай. Бала жайнап қуанып кетті. Шампунның иісі енді білдің бе? Шампунның иісі енді білдің бе? Білдім, бұрқырап тұр ма? Әлі иісі кетпеп пе? Есмағамбет мейірленіп кетіп, баланың бетінен сүйіп, қатты қысып құшақтады. Сосын шын ықыласымен: Алматыға барасың ба? Есмағамбет осылай деген кезде бала: рас айтып тұрсың ба? Әлде өтірік пе дегендей жалт бұрылып оның көздеріне ұзақ қарады. Сосын сенгендей болып ақырын ғана: барамын, деді де күрсінді. Баланың күрсінгені соншалық ауыр болды ма, әлде өзі солай қабылдады ма? Есмағамбет те қатты толқып кетіп, баланы қайта құшақтады. Бұл жолы оның бетінен әлденеше рет сүйді. Сүйіп болып, Сержанның бетіне қараса, баланың екі көзінен жас сорғалап тұр екен. Қайырлы күн, қымбатты оқушылар. Онлайн мектепке қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Жаппарова Гүлмаш Шаймерденқызы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Сонымен бірінші сабағымызды бастайық. Экрандағы бүгінгі сабақтың тақырыбына және сабақ мақсатына назар аударыңыздар. Осы сабақта сіздер отбасы құндылықтары бөлімі бойынша Тынымбай Нұрмағамбетовтың анасын сағынған бала әңгімесімен танысасыздар. Және оқу мақсатына сай әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласын тауып, шығарманың сюжеттік дамуын анықтайсыздар. Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы 10 маусымда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Бірлік ауылында дүниеге келген. 1968 жылы Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институтты бітірген. 1981 жылы Мәскеудегі Горький атындағы әдебиет институты жанындағы жоғары әдеби курсты тамамдаған. Алғашқы әңгімелер жинағы 1971 жылы Қауын иісі деген атпен жарыққа шыққан. Жазушы өз шығармаларында кейіпкердің жан әлемін нәзік сыршылдықпен бейнелеген. Кейіпкер көңіл күйінің толқымалы құбылыстарын аса сезімталдықпен аша білген. Солардың бірі анасын сағынған бала әңгімесі. Осы әңгімені оқи отырып, өмірде ана мен бала махаббатынан артық еш нәрсе жоқ екендігіне тағы да көз жеткіземіз. Кішкентай кейіпкеріміз Сержанның анасына деген сағынышын, ыстық ықыласын сезінеміз. Сержан тек бір анасын көру үшін ғана өмір сүретіндей. Осылайша жазушы қоғамда орын алған үлкен әлеуметтік өткір мәселеге назар аударады. Ол қандай мәселе екендігін біз сіздермен сабақ барысында анықтайтын боламыз. Осы жерде сіздерге ой түрткі сұрақтарын тастасам. Бала анасын неге сағынады? Әр ана үнемі баласының қасынан табылады. Ал бұл шығармада оқиға қалай өрбиді? Автор әңгіменің тақырыбын неге анасын сағынған бала деп атаған? Әңгіменің мазмұны қандай оқиғалардан тұрады деп ойлайсыздар? Олай болса, әдеби теориялық ұғымдарды еске түсіріп алайық. Фабула көркем шығармада суреттелген оқиғалардың мазмұнын қысқаша баяндау. Ал сюжет
шығармада баяндалатын оқиғалардың тізбегі. Ал шығарманың композициясы ол жалпы шығарманың құрылымы екенін сіздер жақсы білесіздер, онымен таныссыздар. Олай болса, енді әңгіменің мазмұнымен танысуды бастайық. Есмағамбеттің бұл сапары ауылына 4 жылдан кейінгі оралуы еді. Содан болар, таңертеңгі пойыздан түскен бойдағы қарсы алушы туыстары, достарымен болған ұшырасудың өзі кәдімгідей у-дулы болды. Біреулері құшақтап, біреулері сүйіп, тағы біреулері осы бір алас қапаста мұңын, шаруасын айтып қалып жатты. Күтіп тұрған жеңіл көліктерге мінулері, сосын аудан орталығында тұратын немере ағасы Балмағамбеттің үйінің ауласына келіп, түсіп жатуларының өзі абыр-дабырға, күлкіге толы қуаныш болып жатты. Пойызда қарсы алғандары бар, аулада қарсы алғандары бар, бәрі де жапырласып, әлі де ауыз жиып болмаған абыр-дабыр әңгімелері, асып төгілген мол күлкілермен түгел үйге кіріп, жаюлы дастарханға жағалай қонақтасып жатты. Мінекей балалар, біз әңгіменің алғашқы кіріспесін бастадық. Осы әңгімеге сәйкес мазмұнын қысқаша баяндасам. Алматыда тұратын Есмағамбет, ауылда тұратын немере ағасы Балмағамбеттің үйіне араға 4 жыл салып қонаққа келіп жатыр. Осы бөлікте бірін-бірі ұзақ уақыт көрмеген туған туысқандардың бір-біріне деген ыстық ықыластары, қуаныштары байқалады. Осы бөлікте өздеріңіз байқағандай қысқаша мазмұны кішкене ғана Сержанның анасын сондай бір сағынышпен аңсап, әндетіп отырған сәтін кейіпкеріміз Есмағамбеттің байқап қалуы. Олай болатын болса, бұл оқиғаның байланысуы. Ал енді осы жерде сіздер қандай тақырып ұсынар едіңіздер? Ал менің нұсқам әндеткен бала дауысы. Ал енді балалар әрі қарай шығарманың, яғни оқиғаның дамуын, шиеленісуін, шарықтау шегін және шешімін сіздер шығарманы толық оқып шыққан соң жақсылап құрастырады деген сенімдемін. Осы шығарманы оқи отырып, сіз де Сержанмен бірге әртүрлі көңіл күй кешесіз. Сержанның қуанған, сағынған, үміттенген, тіпті кейде мұңайған сәттеріне куә боласыз. Әңгіменің мазмұнын толық оқып шыққан соң, шығарманың сюжетіне сәйкес 10 сөйлеммен жазып шығасыздар. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта сіздер әдеби шығарманың фабуласын тауып, соған сәйкес сюжеттік композициялық құрылымын құрастырдыңыздар. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге онлайн мектебінде Есенгелді қызы Нұргүл, 5-ші сынып қазақ әдебиеті пәні. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесіндегі ана мен бала бейнесі. Бүгінгі сабақта сіздер шығармадағы кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекеті арқылы образды аша аласыздар, кейіпкерлер әрекетін шынайы өмірмен байланыстырасыздар және сыни баға бересіздер. Нәтижесінде көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образды ашуды, әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табуды үйренесіздер. Осы шығармадағы басты кейіпкерлер анасы Күміскүл мен баласы Сержан. Ендеше соған тоқталып өтейік. Күміскүл Балмағамбет ағасының қызы, Сержанның анасы. Алматыда базар маңында жұмыс жасайды. Жұмыс істеу үшін Алматыға кеткенде 4 жасар Сержанды атасы мен әжесінің қолында қалдыруға мәжбүр болды. Өйткені қалада баланы балабақшаға орналастыру оңай шаруа емес. Ал Сержан ағасы Балмағамбеттің жиен немересі. Анасын аңсап сағынады. Сол сағынышы оның сәби жүзінде кейде кірбің салады. Анасымен
бірге болуды, әкесімен табысуды армандайды. Енді Сержанның бойындағы осындай мінез-құлықтарды шығарманың қай жерінен көруге болады? Соған назар аударайық. Оның ақкөңілділігі Есмағамбеттің қалаға апарамын деген уәде берген сәтінде мамам әкелген топірейімді киемін деп қиял қанатына мініп алғандай қуанады. Ал оның бауырмалдылығы, көздері күрімдеп тұрып, кішкентай саусағымен Есмағамбеттің білегінен ұстайды деген жолдар адамның жүрегін еріксіз елжіретеді. Ал енді зеректігіне тоқталатын болсақ, ол өзінің анасының осыдан әлде қашан бұрын айтып кеткендерін есіне түсіріп сақтайды. Және мамам айтқан, Алматыда жаз кезінде де түн салқын болады деп қуанады. Ал оның ақылдылығын, саусақтарын кезек бүгіп тұрып, бүгін, сосын ертең, сосын арғы күн бе деп қуана шаттанады. Мұның бәрі Сержанның сәби көңіліндегі ештеңеден қам қарекетсіз сәби жүрегі шынайы сөзі. Ал енді осы 4 жасар кішкентай ғана Сержанды анасы Күміскүл неге ауылдағы атасы мен әжесінің қолына тастауға мәжбүр болды? Ендеше Күміскүл ананың бейнесіне тоқталып өтейік. Ол үшін сіздерменен 4 сөйлем әдісі бойынша Күміскүлдің бойындағы мінез-құлықтар менен портретіне қарай назар аударайық. Сіздер қазір бірінші Күміскүл ана туралы пікір білдіру керек, яғни тақырып бойынша өз пікірі бар сөйлем жазу. Мысалы, Күміскүл жырақта жүрген ана. Екінші, дәлел ретінде жаңағы жазға айтқан пікірімізге бір сөйлемменен дәлел беруіміз керек. Яғни бұл жерде, мысалы, жұмыс істеп ақша табу үшін ол Алматы қаласында жүр. Пікірімізді енді өмірмен байланыстыруымыз керек. Ол үшін мынау тұрған үлгіге назар салыңдар. Бүгінгі күні Күміскүл секілді аналар өте көп, себебі ауылда жұмыс жоқ. Сондықтан олар қалаға кетуге мәжбүр болады. Ал енді осы ойымызды тақырып бойынша қорытынды жасайық. Бұл жерде анасын сағынған кішкентай Сержанның сағынышы орынды деп ойлаймын. Кез келген бала анасын аңсайды, сағынады, анасының жанында болғанын әрине армандайды. Енді балалар, бүгінгі сабақтағы осы айтылған нәрселерді толықтыру үшін, пысықтау үшін толықтыру тестін орындайық. Есмағамбет Сержанға қандай уәде берді? Атаңның мазасын алма, баламыз тентек екен деп кетеді ғой деген бұл кімнің сөзі? Сержанның анасы әкеліп берген әппақ футболкасы, шалбар, төпірейден басқа қандай киімдері бар? Мамамды тауып алсам, ар жағында тағы да кімді іздегім келеді деп армандайды. Әңгімедегі әнші бала кім? Ал балалар, жаңағы толықтыру тестінің жауабын тексеріп көрейік. Есмағамбет Сержанға қандай уәде беріп еді? Алматыға апаруға. Атаңның мазасын алма, баламыз тентек екен деп кетеді ғой деген бұл кімнің сөзі? Әжесі Миркүлдің сөзі. Сержанның анасы әкеліп берген әппақ футболка, қара шалбар мен туфлиден басқа қандай киімдері бар? Қып-қызыл гүлдері бар, көйлегі бар екен. Мамамды тауып алсам, ар жағында тағы да кімді іздегісі келді? Әрине, өзінің туған әкесін іздеуді армандады. Осы шығармадағы әнші бала кім? Әрине, ол біздің кішкентай Сержан. Ал балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта біз Тынымбай Нұрмағамбетовтің анасын сағынған бала әңгімесіндегі кейіпкерлер бейнесіне талдау жасадық. Жаттығу жұмыстарын орындау барысында сіздер кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекетіне бақылап, бүгінгі өмірмен байланысын анықтадыңыздар.
сыни баға бердіңіздер. Ойымызды, білімімізді одан әрі толықтыру үшін оқулықтағы берілген мәтіннің соңындағы тапсырмаларды қосымша орындауды ұсынамын. Білім алаңында келесі кездескенше сау болыңыздар.